Сәлем достар, мінекей бүгін тағы да кезекті бейнетаспаны жазып отырмын. Бұл бейнетаспада біз OneTrade деген компания жайында әңгіме жүргіземіз. Осыған дейін Arbicor деген компания болды. Міне бұл сол компанияның жалғасы. 5 айдың ішінде 22 миллион доллар оборот жасады. Кісілерден сондай қаржы жиналды бизнеске. Сөйтіп арбитрада сол ақшалар жұмыс істеді. 5 айда 4 есе көп ақша кісілерге таратылды. Сол инвесторлар қатысқандар сондай табыс тапты. Бүгінгі күні сол өз жұмысын жалғастырып OneTrade деп компанияның аты өзгеріп қайтадан жұмысы басталып кетті. Мен 10 июньнен бастап осы компанияда жұмыс жасап жатырмын. $100 салдым бас кезінде. Әрқашанда жаңадан қайтадан жұмыс басталған кезде абайлап жұмысты бастаймыз. Бірақ көрдік сол күні бір күндік табыс 2,8-ден 3,37%-ке дейін бір күндік табыс берді. Яғни ол өте жақсы көрсеткіш табыс жағына келгенде. Сөйтіп кейіннен $400 салдық, қостық ақырында сол қазіргі күні міне $1069 жұмыс жасап жатыр. Жобамен сол әр түрлі, кейбірде $60, кейбірде $50, кейбірде $40 шығады. Бүгін жобамен сол $40-ға жуық ақша шығады сөткесіне, тәулігіне. Ол да жақсы көрсеткіш. Процент айтып отқандай жаңағы керемет, кез келген адамға ұнайтын процент. Ең бір кереметтігі бұл проекттің маған ұнайтыны. Көрінген адам осы проектке ақша салса, автоматически жаңағы біз өзіміздің амиянымызды, кошелегімізді Binance па, Safe па алма тіркейміз ғой. Сол кошелек автоматически шығып отырады. 25 сағат сайын. Бұл кеше менде сағат 6-да шықса, бүгін сағат 7-де шығатын уақыты. Мінеке 7-ден 6 минут кетті. Қазір уже мына $26 кетуге тиісті. Міне көріп отырсыздар, уже жоқ, $26 кетті. Бұл автоматически шығады. Мен просто обновить еттім, кетті. Ол қайда кетті? Ол жаңағы Binance кошелегін тіркелген. Міне Binance кошелегін бассақ, міне $11.92 ма, қазір жаңартсақ $26 қазір біраздан кейін қосылады бұл жерге. Соны кейіннен қазір көреміз қосылғанын. Енді қосымша қолмен шығаратын ақша бар, ол жаңа партнерка. Айта кеткенде сетевая программа деген бар. Міне бұл жерде 13.42. Бұл қайдан келген ақша? Міне партнерлар қазіргі күні $28,000 оборот жасап тастады. 10 июньнен бастап $28,000 оборот жасалып тастады. Оны қайдан білеміз? Айта кеткенде мінеки деңгейлер бірінші, үшінші деңгей деп айтайық. $472, $2,993, $100, $100, мынау үшінші деңгейге дейін болса, әрі қарай кете берсек, 6-шы деңгейге дейін қараңыз. 420, 140, 1036, 196, 182, 140. Төмен түсе берсек, 4350, 2777, 2744, 2055, 1600, 1000, 6099, 517. Осылай кете береді. Енді мен осы 6-шы деңгейге дейін алып отырмын. Себебі мен қазір статусым ранг бойынша қазір күміс, бронза, сереброны жаптым. Яғни $300 табыс көрдім. Бронза жапқанда $100 берді. Қосымша кейінен сереброны жапқанда $200 берді. Қазір енді Құдай қаласа, бұл жерде 28 ғой. Қазір 50 болған кезде бір жетте, мүмкін 2 жетте точно 50 болады оборот. $50,000 оборот болған кезде қосымша тағы да $700 ақша береді. Себебі золотой статуста бізге $1000 береді. Минус $300. Алған ақшаны санағанда минус $300 болғанда $700 таза табыс көреміз. Міне осындай мүмкіндік, бұндай мүмкіндікті пайдаланбауға дұрыс емес деп санаймыз. Себебі Arbicor-да мен өзім $3600 ақша сағам.
сол ақшаны осылай қазір ақшаны шығарып жатырмыз. Осындай жолмен біз сол ақшаны қазір шығарып жатырмыз. Айта кеткенде көрсетейін сіздерге. Міне операцияны басамыз. 26 доллар 57 цент. Міне қазір 1:29 ровно сағат 7 шықты деп тұр. Көрдіңіз ба? Ол қайда шығады? Ол Binance'қа шығады. Ал енді мына сетевая программа бойынша 13 доллар шығарамыз. Ол үшін вывод активаны басамыз. Сосын мына жерде сеть USDT тонды ауыстырамыз. Сеть веб 20-ға. Максимальная сумма 13 доллар 42 цент. Соны қоямыз. Кейіннен кошелегімді қоямын. Binance'ның кошелегін қоямыз. Қайтадан Binance'ға кіреміз. 11:92 болды ғой. Қазір уже қосылды, жаңа 26, 38 болды. Көрдіңіз ғой да? Енді добавить средстваны басайық. Внести активті басайық. USDT-ны басайық. Сосын мінекей веб 20-ті басамыз да көшіреміз. Мынау біздің адрес. Осыған түсу керек. Binance'ның адресі. Енді бұл жерге қоямыз адресті. Бастық қойдық. Енді мына жерге біз қосымша аутентификатор қорғаныс сәл күтейік. Мінекей. Арбикор, бұрынғы аты Арбикор, қазір OneTrade. Соны қоямыз. Қойдық. Вывести шығарамыз ақшаны. Таныстық. Міне ақша кетті. Көріп тұрсыз ғой, 13 доллар тағы да қосымша кетті. Енді қазір Binance'ға кірсек, тағы да жаңа суммамызға тағы да 38-ге 12 доллар ақша қосылады, яғни 50 доллар болады деген әңгіме. Міне солай, міне күніге сол жобамен 40-50 доллар ақша шығып отыр. Негізі кеше 10 долларды осы жерден шығарғам, сонда күніне бір орыннан 50 доллар ақша шығып отыр. Кеше 0 бұл жерде. Міне осындай мүмкіндік. Кез келген адам 100 доллардан бастап бұл жерге инвестиция жасай алады. Қосымша айта кеткенде, OneTrade компаниясын айта кеткенде қосымша қазір биткоинмен де жұмыс істеуге болады. Кімнің қаражаты бар, 6000 долларға 0,1 биткоинді алып 5% табыс күніне табуға мүмкіндігі бар. Кеше осыдан 3 күн бұрын, 4 күн бұрын бұл компанияда жаңа биткоиннің инвестициясы жұмысын бастап кетті. Қазір биткоиннан салып жатқан адамдар бар. Соның біреуі кеше 3 күн бұрын 40.000 доллар салған екен. Биткоинға 5% алған екен күнде. Соны айтты. Бізде чатта, командный чатымыз бар. 7000 адам отырмыз ол жерде. Сондай результатты айтты. Мінекей қазір бір жетті дем алып, Черногориядан біздің топ лидерлар келді, білім алды, осы компанияның алда қойған мақсатын, жолын білді. Сол жерде мықты лидерлар келіп, демалыс жасап, компанияның алдыңғы жоспарын естіп, мотивация алып келді. Қазір жұмысын бұл компания жалғастырып жатыр. Оборот керемет. Бүгінгі күні 40 миллионнан астам оборот жасалып кетті уже бүгінгі күні. Енді августта қазір Турцияда кездесу болады. Ол кезде уже бұл жерде 200-ден астам адам болса, августта 700 адам болады деп отыр. Сондықтан қазір команда жақсы жұмыс жасап отыр. 50.000 доллар бірінші линияда оборот жасаған адамдар болса, олар сол демалысқа тегін қатысатын адамдардың санында болады. Қазір Черногорияға 1 миллион евро ақша жұмсалды, 200 адамдар демалсын деп. Сондай кездесу организовать етіп, компания 1 миллион евро ақша жұмсады. Мінекей осындай мүмкіндік бар. Осы мүмкіндікті пайдаланыңыздар. Егерде сұрақтарыңыз болса, хабарласып, сұрап білсеңіз де болады. Бірақ та әркім адам бұл компанияны жан-жақ тексеріп, өзі жаңағы отзывтарды қарап, өзі шешім қабылдау керек. Әрбір шешім дұрыс болады. Себебі ол шешім әр саналы шешім болу керек. Өзі бәрін плюс-минустарын тексеріп, саналы шешім қабылдауға тиісті әрбір адам. Мен де солай өзімнің спонсорым Райымбек деген жолдас бала. Ол да осы компанияға
Мені шақырған адам, бірақ мен өзім бірінші тексеріп, сенімділігім артқан кезде өзім солай $100 бастап ақша салып отырдым. Бүгінгі күні міне көріп отырсыздар, $1000 астам ақша жұмыс жасап жатыр. Құдай қаласа тағы да бұны $2,5 көбейтемін деген жоспар алдымда бар. Оны Құдай қаласа жасаймыз. Неге жасаймыз? Себебі жаңағы золотой ранг жабу керек. Ол үшін $2,500 жаңа личный оборотым болу керек. 4 адам болу керек. 3 адам бар, енді 4-ші адам дайын, онда қосамыз бизнеске. Қосыламын деген адамдар бар. Сонан соң жаңағы $700 премиямды қосымша аламыз. 300-ін алдық қой. Енді $700, сонда $1000 болады да. Әр рангта сондай премиальный қосылып отырады. Іске сәттілік достар. Сұрақтарыңыз болса хабарлассаңыздар болады.